программасы yayında студияда Евгения Пекунова Чылыша. Селям алейкум. Ишғал етілген Ахмеджете сув берілуіні сынырламаға аджет йоқ. Бұны Қырым Ишғал әкеметінің башы Юрий Гацанюк өз фейсбук сәфесінде yazды. Қырымда Украина президентінің даими темсілжесі Антон Кореневич бізге берген изатында Ишғал етілген Қырымға сув тек деоккупациядан соң беріліп башылajak деп айтты. Қырымға сув ярымада Украина незареті алтына қайтарылғандан сон берілежек, яғни ой ишғалден азат етілген сон олажақ. Күтлеви хабер васталарында пейда олған Киевден канал яды дамба көзетмек үшін кележек мифик векеллер ақында малюматны изатламақ истередім. Асында бойлы бір шей олмайжақ. Февральның 11 ве 12-сінде Херсон велетінде инсан ақлары бойынша юқары шура комитетінің отырышу кечірілежек. Олар барып Қырым каналының қапатылған қысмына зеретілежеклер. Украина тарафдары олған Фалилек Приходько прилин онуна қадар абстեղ алajak. Бұқта бізге оның адвокаты Назим Шахмамбетов хабер етті. Ишғал етілген Ахмеджет махкемесі Русия прокуратурасыны Приходьконың evine патлайжы модельер кетіріліп ташланмағаныны тішкірмеге мәжбүр етті. Керекли тышкерулер кечірмек үшін махкеме Қырым Жұмхуриеті прокуратурасының адына айры қарар чықарды. Эснасларда не қадар иштирах еттім, ама бұ илк сефер. Вебірчоқ иждешлерімнің де эснасларыны білем. Илк сефер махкеме бұ кебешейлерді диққат етті. Үміт етеміз ки бұ тышкеру кереви кебі кечірілежек, ве бұ үйдірілған ішке алақасы олғанлар месулетке чеклежек. Шоны қатыратмалы Киалек Приходько патлайжы модельерінің қанусыз сатын алғаны бес ақанғанында қабатлана. Былтыр октябрь айында ишғалжылер оны екінші керетів кефетті. Да, евел февраль айында оның әвит інтергенеді. Июль айында ишғалжы махкеме Приходьконы ясақланған тымсалер көстергенінде қабатлы деп таныды. Лариса Москалец Украина тарафдары олғаны үшін ишғал етірген Ақярдан кетті ве өзінің Ксюша деген мұшығыны Киевге алып келді. О көчөні насыл кечіргеніне Ангелина Сацик өгірінді. Бұл бізім Ксюшамыз, Ксюня. 18 яшында. Оның түбі тамыры Ақярлы. Анда доғды. Біз Қырымны тәр кеткенде бұнда суал көтерілмеді. О бізлерінен ерде олған айлемізінің ақиқи азысыдыр. Ветеринарға мұражат еттік. Анда вакцинация ашыламақ керек еді. Бізлерге керекли весеқалар проблемсіз азырланды. Біз Қырымда ватанпервер позицияға сайып олған мешур инсанлармыз. Бұның үшін телуке олмасын деп біз сынырдан ақшам кечедік. Күн мен вышиванка ве аяқ машина үстінде юредім. Питерден келген Русиелі бірі олсам біле. Мышықның қоларымыз да тұтайдық. Мышық өзіні ағыр тұта, чүнки көчув она зор келді. Біз айжанландық алда. Әлбетті бұ она детесір етті. О арабаға мінген сон юреге бармаға ер тапмады. Дерсінің санкеттер кетмек істейді. Яғни бізлер баяғы хорландық. Yol yapılması çok қиын кечті. Айван үшін көчу вешаған еріні денештірмек асылында бір стресстір. Аяти стереотиплер бозыла. Мышықларда геолокация бағылығы ола. Олар үшін ер денешіві аяти денешівдір. Шының үшін мышықларны көчіргенде иляч қоланылмақны тевсе етем. Мышықлар мұреке бір яратықтыр. Сайыбынен айрылғанда пек янылықлайлар. Белки де көпеклерден зиеде тесірленедірлер. Русия тарафından bizim işimiz 10 келді. Ошықымызны ветеринарнен тішкермеге керек олғанлары құлақ асып отырмадылар. Весихаларымызда проблем жоқ еді. Ве біз бұл процедурадан кечмедік. Мисал оларақ шымда арқадашларымнен лаф еткен едім. Дейлер кеткенде чоқ адам көрдік. Ветеринарнық беклініз деп айтқанлар. Украина сынырға келген ісе велкам. Асла дихатлы незарет деген шей жоқ. Е көрмедік. Келіп чыған сон оратлады. Шей еріне тушты. Айлемыз мувафықайтлы келіп чықты. Челбенкчелек ве савут феслер ве манжетлер. Ишғал етірген Ахмеджеттің Франко адына күтіпханесінде Сергей açılды. Бұл ерде әммешур әмді яш ұсталарының 170 әсері тақдим тілді. Арасында Рустем Скибин, Гүлнар Негляденко, Эдем Ганиев, Эльмас Апазованың әсерлері де бар. Сергейде алтын еплерін нағышланған ве 2 тарафлы нағышлар бар. Бұндан ғары бұйық панауда челбенкчелерінің әсерлері ile жезвелерін де көрмек мүмкін. Бұл Сергей февральның 27-сіне қадар девам етecek. У каждого
И из этих видов декорирования Бір декор чешетінің өзіне хас муайен бір эффекті бар. Яқын вақытта бұйық пано сериясы олажақтыр. Олар ұсты акрилнен, яне акрил боянен қапатылған үсліпті япыла. Ve elbette ki çölmekçilikнің ilave çeşitleri қошылажақ. 30 yıldan beri çibirek pişirem. Kiev sakini Valentina Siratyuk Kırım Tatar yemeklerini seviyor. Muhbirimiz Kiev'de Kırım Tatar yemeklerini kim bilgeni ve yantıklarını nasıl pişirmek gerek olganını öğrendi. То ему крымско-татарское национальное блюдо. Чеберек атлы Кырым татар емегені пішіреміз. Бұның үшін менің рецептіме көре ұн аламыз. Чүнки мен пішірем, ұн ейлейміз. Чебуреки є готові дуже давно. Чебереклерні чухтан берле пішірем. Мен бір заманларда тап 73 сенесі ашчылық техникумны бітірген едім. Әлбетте анда чебереклер пішірмеге өгреті еділер. Ашхане, хабехане, вейемеханелерде пішіре едік. Приходиться готувати вдома. Bazı вақытларда мұсафирлер яда хомшулар келгенде evde пішірем. Коли хочеться, да. Істегенімізде байрамларда пішіреміз. Қорқмағанлар пішіріп ола. Қорқмайып сынап бақламы вестік керек. Розділили на дві частини і катаємо такі валіки. Столову ложку. І хорошо його так розмазати. Беремо цю половинку і накриваємо. Олії треба десь грам 400-500. Перший пішов і другий ложимо. Опа. Так що обжарюються наші вже чебуречки. Це називається пішов сок. З такою начиночкою вийшли, з таким сочним м'ясом. І всім приємного апетиту. Соңра біз Киев сакинлерінден ве мұсафирлерінден Кырым татар емеклеріні білелермі йоқмы деп сорадық. Афсузки шымды борщи айтамам. Йох, білмейсіңіз ма? Йох. Ні, не знаю. Йоқ білмейм, анда нелер бар. Люля кебаб, манты долма, йоқ долма армянлерінің ашы. Сарма доғры, білгенім шу. Янтықны насыл етіп пішірмек керек олғаныны ашчы Артур Жапаров айтып берді. Пек қиын бір іждегі, ләкин бұна вақыт керек. Yandı hamurunu жаямыз. İçini koyulacaklar koyula. Yarım ay şeklinde yapamız. Pişirgende kol tava karardan ziyade kızılgan olmaması mühimdir. Yoksa yantık yanıp keter. Yantıklar yanına soğus olarak kefir koşula. Yantık hiçbir zaman çatal ya da bıçakla aşa almay. Onu katlamak gerek. Хаберлер Суспільне, Кырым. Bu bizim sonki malumatımız еді. Bizlerni seyretiniz ve yoğun sefesini hoş olunuz kuruşkenci.